Жылдық астында беріліп жатыр майсөк тағамы. Жылқының еті асылып, қазы қартасыменен қойдың еті қабатында қойылады. Сонымен бірге екінші тағам ретінде майсөк беріледі. Бұл жерде бізде қазақта ас бергенде өте жаңағы таңдаулы жақсы тағамдарын берген ғой. Қымыз шұбатын, жылқының қазы қартасын, қойдың да шырайлы құйрықты майлы жерлерін асып, халыққа елге беріп, Құдай ас беріледі. Сол кезде мынау бізде қазір екінші тағам ретінде майсөк тағамы қазір жасап жатырмыз. Мінекей. Алла қаласа, біздің Қызылорда облысында әсіресе осы тағамға өте көңіл жақсы бөлінген, өте жаңағы сыйлы қонақтарға, кәделі кісілерге қуанышта да, басқа жағдайда да осы тағамда екінші тағам ретінде беріледі. Бірінші тары деп басталады. Бұны алдымен егер, оны орып болғаннан кейін бастырады, одан қалса кептіреді, сөйтіп әйтеуір қайнатады, одан қалса қуырады, келіге түйіледі. Бұл қазақтың бір тамағы, ұлттық тамағы, тағамның бірі. Бұдан талқан да болады. Бұдан талқан да болады, шөк те болады. Бұл майсөк деп аталады. Бұл қазір жасап жатқанымыз майсөк. Бұл жесең аузыңнан дәмі кетпейді. Ұлттық тағамдардың бірі. Бұл шөкті қазақтың ырымы бала көтергенде береді, құрсақ шашуды бірінші. Одан кейін баланы үйге әкеліп босанып, әйел босанып, жаңадан босанып үйге келіп отқанда оны сүтке салып береді. Бұл қандай адам иммунитетін көтереді. Балаға сүт болады, анаға күш қуат болады. Сосын бұл жаңағы ата-бабаларымыз қайтыс болғанда беретін асында беріледі, Құдай асында. Тойда беріледі жаңағы. Сүндет емес, құрсақ шашу тойда, сосын жаңағы бала армиядан келгенде беріледі. Әйтеуір қуанышты жағдайларда да, ас берген құдайларда да өте сыйлы тағам ретінде беріледі.